Оңтүстік футбол жанкүйерлерінің көптен күткен арманы орындалар күн алыс емес. Жаз бойына жарықтандырылмаған деп жабық тұрған футбол алаңы жақында пайдалануға беріледі. Бұл күнді Ордабасы жанкүйерлері асыға күткен болатын. Өйткені футболшыларының ойынын тамашалау үшін олар Тассайда орналасқан намыс алаңына сабылып келген еді. Енді үшіншісін сұрай берсек болады Шымкенттің жанкүйерлерінен. Міне ендігі тілегіміз осындай тірлікке осы Ордабасымыз жақсы өнер көрсетсе болғаны бізге қуантып, елдің бәрін қуантып отырса, сіздерге де рахмет мінекей. Айта кетейік, 2016 жылы республика бюджетінен бөлінген 212 миллион теңгені игерушілерді анықтау үшін 3 рет мемлекеттік тендер ойнатылған еді. Алғашқысында жеңімпаздар анықталмай, екіншісінде нан компаниясы ұтқан. Алайда жеңімпаздар жұмыс жасаудан бас тартып, соңында іс Spectre Energy Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тапсырылған болатын. 2016 жылдың қарашасында тендерді жеңген компания жаз басында жұмысты бастады. Бұлар таңдауда қиын болды негізінде, өйткені байқаймыз, кейбіреулермен бір-бірімен соттасып жатты. Әйтеуір бір жыл енді жұрт түсінген жоқ бізді алғашқы кезде. Бұл енді соттан осы жігіттер қиыншылықпен ұтып алса да, әйтеуір өздері абыройменен, өздерінің осындай әкеліп отқан заттарының құндылығыменен ұтып алды. Сөйтіп, бұл осы жігіттердің енді ұтып алғанына қуанып отырмыз, шынымыз айтсақ. Арнайы Ресейден шақыртылған жарықтандыру жүйесінің маманы кешкі 22:00-де стадион жарықтарын қосты. Италия және Ресей құралдарымен жасақталған жарық бағанасына 3 жыл кепілдік берілді. Сондай-ақ жарық шамның өзіндік ерекшеліктері де бар. Жаттығу кезінде, жарыс барысында және телеарналар үшін бірнеше деңгейде өзгертілетін шамдар жағылғанда жасыл алаңда көлеңке қалмайды. Вторая, получается, пуск первой группы. По группам сигнализационные лампочки и непосредственно та же самая сигнализационное оборудование будет стоять диспетчер. Берілген уақытынан 2 апта бұрын тапсырылғалы жатқан алаңда қазір соңғы бақылау жұмыстары жүргізілуде. Осы аптаның соңында аяқталатын жөндеуге федерация тексерушілері оң бағасын берсе, келесі ойындар енді қажымұқанда өтеді. Айта кетейік, облысымыздың бас футбол командасы келесі ойынды 9 қыркүйекте өткізеді. Қазақстан премьер-лигасының 26 кезеңінде Ордабасы Тараз командасымен өзара мықтыны анықтайды.